Қарызсыз қоғам жобасы біздерде Батыс Қазақстан облысы бойынша 2023 жылдан бастап жүзеге асырылып жатыр. Жоспар бойынша 23 жылы біздерде 9405 адам осы қарызсыз қоғамға жобасына қатысып, оқып, сертификаттарын алып шықты. Осы жылы біздерде осы ақпан айында осы жоба өз жалғасын тапты. Қазіргі таңда осымен біздер 10-шы легін аяқтап жатырмыз. Қазіргі саны 2119 адам осы жобаны аяқтады. Енді аудандар айтып кететін болсақ, 12 аудандан қазір біздерде 10 аудан бойынша осы сабақ өз жұмысын бастады. Президентіміз осы ұлттық жобаға көп назар аударды. Халықты қаржылық сауаттылыққа үйрету, оқыту, қандай мүмкіндіктер бар екендерін. Соның ішінде осы 2 жылдың ішінде айтуға болады, жақсы нәтижелер бар. Халық көбі мысалы кредиттерді алып, қалай оларды жабу керек екендерін, қандай мүмкіндіктер бар екендерін, реструктуризация не екендерін білмепті. Соны біздерге жеке консультацияға келген кезде заңгерлермен бірге жұмыстанып, осы айтуға болады, нәтижелі кейстер деп айтуға болады. Соның ішінде банкротствоға ұшыраған 2 адам бар. Реструктуризация жатқандар, мысалы біздер графиктерді банктерге, 2-ші деңгейлі банктерге жолығып, осы графиктерді өзгерттік. Соны 57 адам. Бизнес-план жазып, грант алғандар көмектеріміз тиіп жатыр. Грант қайтарымсыз айтып атқан бизнеске қаражат, сол 114 адам біздерде осы біздің көмегімізбен грант алғандар, бизнес-план жазғандарымыз. Осы жоба осы жылдың желтоқсан айына дейін жұмыс жасайды. Егерде қатысқыңыз келсе, біздің оқуларымызға, бұл оқулар барлығы да тегін, өз аудан бойынша жергілікті филиалдарға Аманат партиясына жолығып жазылуға болады.